Құрметті ұстаз, әріптесім, flippity.net сайтының мен көрсеткелі отырған мүмкіндіктерінің ішіндегі әзірге соңғысына тоқталамын қазір. Ол үшін сіз өзіңіз үйренгеніңіздей flippity.net сайтына кіріңіз. Кірген кезде осы күнделікті ашып жүрген бетіміз ашылады. Бұл жерден біз мына үшінші тұрған қазір шаблонды қолданатын боламыз. Бұл шаблон бізге не үшін қажет? Кей жағдайда біз оқушылардан сабақ сұрау барысында, немесе тақтаға шығару барысында оқушылар таласып жатады, өздерінің аттары аталмаса ренжіп жатады. Кейде оқушыларды топқа бөлген уақытта біздің көп уақытымыз кетіп жатады. Яғни топқа бөлумен осы оқушыларды таңдауға арналған шаблонды қазір қолданып көреміз. Алдымен үйренгеніміздей инструкция батырмасын басамыз. Бұнда ешқандай қиындығы жоқ. Мұнда оқушылардың аты жөні жазылған. Сіз бұл жерге өз оқушыларыңыздың аты жөнін жазасыз. Ол үшін мынаның барлығын выделять етіп алып, өшіріңіз. Өшіргеннен кейін өзіңіздің рабочий столдағы немесе компьютеріңізде сақталған кез келген оқушыларыңыздың аты жазылған құжатты алып, сізде қанша оқушы бар, мысалы 20 оқушыңыз болса 20 оқушыңыз, 30 оқушыңыз болса 30 оқушыңызды, немесе 10 оқушыңыз болса сол 10 оқушының барлығын копировать етіп аласыз. Ctrl-C батырмаларын басасыз. Одан кейін осында алып келіп мында Ctrl-V мен немесе вставить деп қоясыз. Копировать, вставить. Ctrl-C копировать, Ctrl-V вставить. Немесе мышканың оң жағын басып копировать, вставить әдеттегідей жасайсыз ғой. Оқушының аты жөнін енгізгеннен кейін мында балаларға алыстан анық көріну үшін тегін өшіре тұрсақ болады. Тек қана аттарын қалдыруымызға болады. Міне мен оқушылардың тек қана аттары жазылған көрсетіп отырмын. Енді генерировать дегенді басамыз. Осы кезде сіздің оқушыңыздың алдында осындай міне жазу дөңгелек шығады. Енді бұл жерде сіз оқушыларды топқа бөлуіңіз мүмкін. Осы оқушыларды екі топқа бөлсеңіз, міне автомат түрде екі топтың оқушылары тұр. Сіз оқушыларды топқа бөліп уақытыңызды алмайсыз, міне автоматты түрде программа сізге бөліп беріп тұр. Егер де оқушыларды үш топқа бөлем десеңіз, оны да міне дайын түрге. Мында 4-ті бассаңыз, оқушылар 4 топқа бөлініп кетеді. 5-ті бассаңыз 5 топқа бөлінеді. Немесе екі оқушыдан бөлемін десеңіз, осылай да болады, жұптық жұмысқа. Мысалы, оқушыларға сіз жұптық жұмыс беріп отырып, оларды бөлетін болсаңыз, осылай 2-2-ден топтастыруға болады. Немесе 3 оқушыдан топтастырамын десеңіз, автоматты түрде міне шығады. 4 оқушыдан топтастырсаңыз да, 5 оқушыдан топтастырсаңыз да. Бұл топтастыруға байланысты. Ал енді тақтаға шығару барысында, немесе сабақ сұрау барысында оқушының өз ойын сұрағыңыз келсе, сіз мына дөңгелекті айналдырасыз. Яғни батырманы бассаңыз, бірнеше қайтара айналады. Қай оқушыға тоқтаса, мысалы Бақтияр тақтаға шығады деп, немесе сұрақ қойдыңыз, сол сұраққа жауап беруші Раяна деген сияқты міне шығып тұр. Немесе топты сайлап алдыңыз, сол топтың көшбасшысы ретінде кімді таңдаймыз деп, осылай барабанды айналдыру арқылы оқушыны таңдасаңыз болады. Бұл балаларға да қызықты, әрі сіздің де топқа бөлу уақытында, немесе оқушылардан сабақ сұрау уақытында көп, біраз уақытыңызды үнемдейтін өте қолайлы платформа.